Нұрсұлтан, мына егістік бар ғой, тездетіп суармасақ, банкрот боламыз, быт-шыт болатын еді бәрі бар ғой. Жаңбыр да жаумай кетті ше. Қолмен бірнеше рет суғардық, судың бәрі сіңіп кетіп отыр. Тасаттық бердік, жаңбыр жаумай жатыр ше. Не істесек болады енді, Білмеймін, не істейміз, айтшы, ойлану керек болып тұр ғой мына жерде. Бекзат, мына жақта бір білімді имам бар. Сол кісіден бір ақыл сұрап көрейікші. Нұрсұлтан, мол дегенде прогноз погода ма саған? Не қатысы бар суға, ауа райына не қатысы бар? Қайда бірдеңені айтасың не? Жоқ, Бекзат, осы ауылда бір мәселе болса, сол кісіден барып сұрайтшы адамдар. Біз де бар бір алдына өтіп көрейікші. Гарантия, ешнәрсе істей алмайды сол кісі бар ғой. Жүрші барсақ көре салайықшы. Көрейікші. Солай деңіздер жігіттер. Солай Молдеке. Ауылдарыңызда жетім жесірлер бар ма? Бар ма? Бар негізі. Солардың жағдайы қалай өзі? Өмір сүргенше бірден құрт біреуден май сұрап әйтеуір өзімен өзі. Білмейміз ғой біз. Бала шағасымен шұбыр болып жүретін әйтеуір. Солардың жағдайын бір біліп қайтсаңыздар. Нұрсұлтан, мен саған айтып ешнәрсе істеп бере алмайды бұл. Жетім жесірлер үйіне бар, анау мынау деп бірдеңе де қуып кетті ғой анау. Бекзат, шынымен сол. Жетім жесірлер үйіне бір барып қайтайық та. Қойшы айналайын, тірлігім істейікші одан да бар. Қал жағдайын сұрап қайтайықшы қайтя ба. Бопты, жүр сал. Нұрсұлтан, мына үйде адамдар тұра ма? Жаңа айтқан отбасы, осы үйде тұрады. Аллахым жаңбыр жаудыра көрмеші. Жаңбыр жауса, біздің үй құлайды. Біздің шатырымыз тесік. Біз сонда қайда барамыз? Бізге жаңбыр жаудыра көрмеші. Бекзат, неге құрғақшылық болып кеткен? Неге біздің істеріміз алға баспай жатқанын мен түсіндім. Жетімнің дұғасы жібермейді екен ғой. Қоғамға әсер етеді екен ғой. Ел болып, халық болып, тасаттық беріп, неге дұғамыз қабыл болмай жатыр десем, мына жетімдердің дұғасын Алла қабыл етіп тұр екен ғой. Раббым бізді кешірші. Мына байлық біздің көзімізді көрді. Жетім жесірлерді біз көрмей қалыппыз. Құрметті қазақ елі, біз осы видеороликті түсіргендегідей, елімізде дәл осындай отбасылар өте көп. Енді сондай қиналып жатқан отбасыларға арнап 25 үйді өздеріңіз көріп тұрғандағыдай толыққанды бітірдік. Енді осы үйлерді өз иелеріне табыстап қуантайын десек, бітпей тұрған жол, су, септиктер бітпей кіргізе алмай жатырмыз. Ол үшін бізге 40 миллиондай қаржы керек, соны біз болып бітіреміз деген ниеттеміз. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай осы деңгейге әуелі Алла, сосын сіздердің жамағаттардың арқасында. Баршаңызға Алла разы болсын.